басты мақсатымыз сәлеметсіздер ме? Жалпы солай білетін нәрсемді бөлісіп және де білмейтін нәрсені бірге үйренсек деген бір мақсатта. NVivo негізі платный бағдарлама, тек в основном qualitative researchқа қолданамыз. Сіздер барлықтарыңыз qualitative research бойынша жасайтын шығарсыздар, иә? Окей. Негізінде NVivoда біз көбінесе интервьюға қолдансақ болады. Surveyді тоже қолдануға болады, егер де open-ended questions болса, яғни ашық сұрақты жауаптар болса, және де фокус группа датасы болса, тоже оны қолданасыздар. Кіре алдыңыздар ма? Скачивать. Сіздерде бар, иә? Кроме жетім. Жалпы сіздер қай факультеттенсіздер? Педагогика. Бизнес. Администрация. Education. Негізі жалпы NVivo в принципе оңай деп айтуға болады, интерфейсі, қолдануы. Бірақ как раз таки осы воркшоптарда кішкене өзімізде қолданып, өзіміздің ресерчімізді пайдаланып, менде де өзімнің интервьюларым бар еді, жасау керек, кодировать ету керек болған. Соларды жасауға бір себеп болды деп ойлаймын. Негізі көп нәрсе өте түсінікті. Жалпы, егер жалпы қарайтын болсақ, qualitative және quantitative, мысалы quantitative біз research жасаған кезде, ол жақта көбінесе стата болсын, RStudio деген болсын, бүкіл нәрсені өзі істеп береді, математикалық жағынан есептеп береді. Ал qualitative researchта біз көбінесе бәрібір researcherдің рөлі көбірек. Оқтан больше интерпретация жасағандықтан, сол себептен де NVivo бағдарламасы софтвер жалпы біздегі көп датаны бір структурировать етуге көмектеседі, тематикаларын таңдауға көмектеседі, кодтарды жасауға көмектеседі, бірақ бәрібірден researcherдің рөлі как interpretation ретінде өте маңыздырақ болып қалады. Және сіз апай айтқандай AI кейбір жерлерінде AI қолдануға болады, AI функциялар қосылған соңғы версияларында. Сізде 15-ші версия. Менде ма? Қайдан көреді? Осындай, ұқсап тұр. Ұқсап тұр, да. Сосын NVivoның жалпы Mac және Windows'та тоже өзінің өзгешеліктері бар. Негізі мен байқағаным бойынша Windows'та кішкене удобнырақ, чем Mac'қа қарағанда. Но, в принципе, екі жақта да былай жұмыс жасайды. Кейбір функциялар кішкене әртүрлі болуы мүмкін. Егер сіздерде NVivo аккаунт болса, оказывается, сізде орын саны шектеулі болуы мүмкін. Мысалы, менде бір аккаунт бар, онымен мен бір компьютерға кіре аламын. Тек қана дегендей. Сол нәрсені тоже байқасаңыздар болады. Бірақтан, егер де сіздер команда ретінде NVivoны қолданатын болсаңыздар, онда бір-бірлеріңізге share жасай аласыздар. Яғни бөлісе аласыздар, проектті экспорт жасап share жасауға болады. Немесе NVivoның өзінің тағы бір функциясы бар, Collaborative Cloud деген. Ол жерде бір клаудта бірге жұмыс жасай аласыздар. Бірақ оның бағасы кішкене бөлек сатып алыну керек. Егер сіздерде research группа бар болатын болса, бірден сондай алсаңыздар тоже болады. То есть одновременно ол кезде бірнеше team мемберлар, бірнеше адам қолдана алатын болады. Егер бар болса, онда бастай берейік жайлап. Жалпы негізі біздегі бүкіл функция мынау сол жақтағы несінде көрсетілген. Сол жақтағы барда және төбесінде екеуі көбінесе бірдей болып келеді. Бірінші сіздердің жасайтын нәрселеріңіз, ол менде ол жағында жақта не тұр, проект тұр. Бірінші проектті создавать ету. Мына жеріне кірген болсаңыздар, у вас получилось. И сразу осы жерде create new project деп, проекттің атын жазып, можете создать проект.
мына жерде көргеніңіздей Cloud Project деген нәрсе тұр. Ол опять бірнеше адам одновременно жасай алатын кезде қолданылады. То есть ол, мне кажется, тоже өте удобная функция, өйткені тоже біз код етіп жасаған кезде адамның мысалы байс болуы мүмкін, или коучинг жасап жатқан кезде, сол кезде екі немесе бірнеше адам жасағанда өте ыңғайлы бір функция. Бірақ тоже сіздердің бюджеттеріңізге қандай NVivo бар екеніне байланысты. Және осылай ашсаңыздар, одан кейін осы жерде autosave деген функциясы бар, соны тоже таңдауды рекомендую, өйткені бүкіл жасап жатқан іс-әрекеттеріңіз сақталып, одновременно сақталып отыруы үшін. Одан кейінгі нәрсе, сіздерде жалпы өздеріңіздің бір дейталарыңыз бар ма? Интервью немесе сізде бірақ компьютер жоқ. Бұл жерде өте оңай, тоже мына жақта сіз импорт жасасаңыз, импорт деген жерге келсеңіздер, кішкене жай жасап керек екен. Немесе мында файл деген функцияға келсеңіз, просто дабл клик жасасаңыз, new файл деп келеді, и сіз осы жақтан документтерді импортировать ете аласыз. Файлстан тоже жасай аласыз. Документ сізге мұнда беріледі қай компьютеріңіздағы файлдар. Мысалы, мен мұнда осы жалпы менің ресерчім, біз проект бойынша жасап жатқан ресерч, ол децентрализация бағыты бойынша, яғни біз децентрализация реформасы қаншалықты эффективный екенін зерттеп жатырмыз. Сол және де біздегі бар қолымыздағы дата, ол әртүрлі аймақтардағы әкімдерден алынған интервьюлар. Ол интервью маған дейін жалпы проект барысында алынып қойылған, өте көп жұмыс жасалған. Бізге түскен жұмыс ол соны анализ жасау. Сол себептен де мысалы маған Алматы облысының өзінде, мысалы Алматы облысының ішінде Балхаш районы, Еңбекшіқазақ, Жамбыл, Илийский, Қарасай, Талғар деген сияқты әр районның әкімдерінің интервью бар. Және мен оларды классификация жасағым келеді. Сіз бірнеше документті осылай негізінде бірден импорт жасай аласыз. Айтқым келген нәрсе мына жақта, сіздің ресершіңізға байланысты, мысалы, сіз қалай классификация жасағыңыз келеді. Біреулерде, мысалы, ресерш болуы мүмкін екі түрлі participant type. Например, менде SME бойынша тоже ресерш бар, ол жақта мен бизнестен интервью алғым келеді, бизнес өкілдерінен, және де госорганнан алғым келеді. Ол кезде менің классификациям сондай екі түрлі participant type болуы мүмкін. Немесе, мысалы, регион бойынша бөлігім келуі мүмкін. Мына кездегі сияқты, мысалы, Алматы облысы, Жетісу облысы деген сияқты. Кейбіреулерде, мысалы, гендерный жағынан болуы мүмкін. То есть сіз өзіңіздің ресерчіңізде қалай классификация жасау сізге маңызды екенін, сіз соған байланысты білуіңіз керек. Енді мына жақта менде жасалды файлдардың бәрі. Егер біз, мысалы, бір файлда дабл клик жасайтын болсаңыз, оң жағыңызда осы интервьюді көресіз. Және мына жақта барлық файлдарыңыз. Бұл жерде біз осы файлдарды бөлек классификация жасай аламыз. Мына жерде көргеніңіздей файл classifications деген нәрсе бар. Мен, мысалы, кейбіреулерін уже бөлдім. Мысалы, Алматы облысы, Балхаш районы деген сияқты. Оның ішінде именно осы Балхаш районына қатысты әкімдердің файлдарын қостым. Оны қалай жасайсыз? Тоже мына жерде бір manually жасауға болады. New classification деп ашасыз, мысалы, и жазасыз Алматы облысы, мысалы, Талғарды мен бір жаңа жасадым деп. Мына жаққа description тоже жасауға болады, өзіңізге ертең түсініктірек болуы үшін, кейбір нәрсені білмей қалам десеңіз. Одан кейін сіз мында файлсқа қайттан барсаңыз, мен мына жерде просто 0 дегеннен осылар новый файл екенін түсініп тұрмын. Осыларды таңдаймын. Және дабл клик жасасам, мына жерде classifications деген бар. И осы жақта қай classificationға мен кіргізгім келеді. Талғар деген, мысалы, и ол classification жасалады. То есть бұл маған көмектеседі. Жалпы кодинг жасағанда мен общий файлды қолдануым мүмкін, осылай просто по очереди. Ал бірақ кейбір кезде мен, так как региондардың арасындағы бір
паттерндарды регион арасындағы бір салыстырғым келгені үшін мен классификейшн жасағым келеді. Плюс мен ол әр районның ішінде қандай не бар екенін өзім білмеймін, шатастырамын, сол себептен бұл маған удобный бір нәрсе. Тағы бір бұл жерде жасай алатын нәрсеңіз, классификейшн жасағанда сіз можете уже, если у вас есть, например, Excel файл, да, где вы классификейшн нәрсені сіз жасап қойдыңыз. Вы можете, например, облыстарды жасауға, региондарды и Excel файлды осы неге қоссаңыз, classification sheet ретінде қоссаңыз, то ол NVivo автоматически тоже өзі classification жасайды. Mac'та Excel'ді почему-то оқымайды, CSV деген файлмен жасау керек. Ал егер Windows болса, негізінде Excel'ді оқу керек. Сіздерде ашылып жатыр ма? Тағы бір нәрсе мына жақта айтқым келгені, ол мысалы болуы мүмкін сізде external деген, мысалы датада additional, мысалы сіз бір дата таптыңыз, немесе бір сіздің классификацияңызға сәйкес емес бір не болса, additional data болса, оны тоже бір external ретінде сақтай аласыз. Окей. Келесі нәрсе, бұл жақта біздің қарайтынымыз ол cases. Кейс деген тоже бізге керек, өйткені кейстарда біз әр, мысалы, мынау регион, менің кейсімді, регионды бір бөлек бір папка ретінде қарайды кейс. Егер мына жерде біз как файл ретінде қарасақ, ал кейста біз можем добавить, например, кейста, мысалы, мен қоса аламын, әр регионның экономический жағдайын, қанша population бар ол жақта, жұмыс, мысалы, SME, малый средний бизнестің саны қанша деген сияқты additional информацияларды қоса аламын. Ол маған не үшін керек? Өйткені соңында анализ жасаған кезде маған NVivo көрсетеді. Ол кейс, мысалы, Жамбыл ауданының кейсінде ол жақта қаншалықты, мысалы, populationның көп болуы мүмкін децентрализацияға бір әсері бар шығар. Біз файлда оны жасай алмаймыз, файлда просто қосамыз, ал кейста біз additional attributes дейді, қосымша бір атрибуталарды қоса аламыз. Оны қалай жасаймыз? Бірінші, жалпы, любой файлды сіз импорт жасаған кезіңізде бірден кейсқа, мысалы, осы файл таңдап, дабл-клик жасасаңыз, мына жерде create as деген бар. Create as кейс деп сразу жасаған желательно. Сол кезде біз осы бір нені, файлды тоже бір как кейс ретінде қарастырамыз. Сол үшін кейс өте маңызды. Және де бұл сіздің тоже research, қандай research жасайтыныңызға байланысты. Мысалы, qualitative ішінде qualitative QSA деген бар, qualitative case analysis деген. Ол кезде біз кейстарды салыстырамыз. Сол кезде бізге әсіресе осы кейс функциясы көбірек керек болады. Мысалы, мына жерде мен кейбір кейстар барлығын уже жасадым. Кейстардың арасында тоже біз classification жасай аламыз. Тоже бұл жерде мен былай неге қарап бөлдім, регионға қарап бөлдім. Одан бөлек, мысалы, кейстағы тағы бір нәрсе, ол classification sheet жаңағыдай біз жасай аламыз. Мен қазір көрсетейін мына жерде. Мысалы, мына жерде мен мындай бір қазір көрсетейін. Осындай Excel файлда біз классификейшндар жасай аламыз. Бұл жерге, мысалы, мен кейстің атын жазамын, Алматы облысы, Жамбыл районы, ол қай облысқа кіреді, регион деп қостым. Administrative level, то есть бұл әкімдер, бұл сельский округтардан алған әкімдер, то есть rural district деген сияқты қоссаңыз болады, rural district. Плюс мен мына жерге ол информация менде болған жоқ, бірақ мен additional қоса аламын, например, population деп қоса аламын. Population деп қосып, сол информацияны жазамын. Одан кейін не жаса аламын, мысалы, economic condition деген сияқты, GDP егер де ол информация бар болса, то есть маған керек болуы мүмкін деген информацияларды мен осы бөлек Excel файлда жасаймын, кейстардың әрқайсының атын. Бұл жерде маңызды нәрсе, мысалы, сіздердің кейстің аты бірдей болу керек. Мысалы, менде Алматы облысы, Жамбыл районында, оның ішінде бірнеше әкімдердің интервью бар. Бірақ мен бұл кейсті бір кейс ретінде қарастырамын. То есть бірнеше рет қайталанса, ол қабылдамай қояды. Мысалы, Алматы облысы, Жамбылдағы, мысалы, мен мынаны былай жасасам,
И плюс мына әр rural district мысалы Қаракесек, Бозой дегенді бөлек жасасам, онда оны in vivo көрмейді. Өйткені мынау повторяется. Поэтому кейстің аты сіздерде совпадать ету керек, плюс бір row болу керек, бір қатар болу керек. То есть мен басында осылай кейс классификейшндарды бөліп қоя аламын. Бұл өзімізде ыңғайлы болады. Тағы да мысалы Алматы, там Сити болуы мүмкін. Одан кейін там Жетісу болуы мүмкін. Жетісу деген сияқты осылай жалпы кейстарды қосамын. И осы бұны когда скачать еткен кезде мап болса, вы можете сразу CSV файлында скачать. Немесе Windows файлында даунлоад жасасаңыздар, осы жерге мысалы мен импорт жасай аламын. То есть мына жерге просто double click, import classification sheet, ол жақта менде вот мына жерде шығып тұр CSV. И мына жақта менде уже, например, екі вариант бар. Import to existing classification, так как мен бұларды өзім қолдан жасадым, manually, балхаш дегендерді. Немесе new classification. Оған мысалы existingға қосуы мүмкін. Мысалы вы сначала өздеріңіз manually сделали, а потом хотите что-то добавить, да? Там, экономические факторларды, индикаторларды. Можете солай істеуге, бірақ кейстің аты бірдей болу керек, чтобы in vivo оны таңдап байланыстырды. Немесе create new classification деп, мына жерге classification атын жазуға болады. Мына жерге атын жазу керек болады. Мысалы, жаңағыдай мен уже бұны жасап қойдым, сосын қазір оқымай қалатын шығармын. Деп жасасаңыздар, next десеңіздер, ол уже негізінде оқу керек. Посмотрите, мына жерде уже бізде информациялар шығады, атрибуттар. И бұл бізге ертең бізде соңында анализ жасаған кезде осы факторларды біз интервьюдің несімен сопоставить ете аламыз. Пока сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарым жатыр ма? Менде осы Excel manual жасағаннан көрі осының ішінде жасау болады ма? Сіз просто былай оны manually, то есть new classification деп жасай аласыз. New classification, там, если Алматы дейсіз да, Талғар дейсіз бағын жасаған. Одан кейін, ананың ішіне тоже қоса аласыз. Мысалы, cases болды, иә. Мысалы, мен білсем мына жерде қайсылар, былай жасайық, бірінші файлға кіреміз. Файлда бізде бағанағы қайсылар бізде Талғар, осы райондар менде Талғарский облысына кіретін білем. Мен осыларды classificationға create as cases деп жасаймын. Өйткені мен оны тек қана файлға жасаған едім. Create as cases деймін. Олар енді кейс болып та жасалды. То есть енді қазір кейсесқа барсақ, олар бізде мына жерде тұр. Бағана олар жоқ еді. Ол өзгерту үшін сіз сол файлды кейс қып тоже сақтауыңыз керек. Вот сол сіз мысалы мына файлды ашасыз, мына жерге код жасайсыз, иә. Чтобы бұл кейсті да сақталуы үшін, сіз мына файлды кейс қылып create as case деп жасауыңыз керек. Сол жасадыңыз, олай жасадыңыз. То есть ол кезде сіз мысалы кейсті ашқан кезде, мына жерде Қаракесек деген болды ма? Ол шығып тұрады. Вот міне. Мына жерде әлі кодинг жасаған жоқпын, бірақтан ол несі шығып тұрады, бүл жасаған кодингтарыңыз шығып тұрады сол жерде. Так как кейсте сізде плюс атрибуталар бар. Экономический индикаторлар болуы мүмкін, и анализде сіз оны қолдана аласыз. Кейс классификейшн, вот мысалы кейстарды жасадыңыз, и бізде Талғар болды. Мысалы мынаны мен классификейшн жасағым келеді. Опять-таки классификейшн опшнына барамын да, мынаны таңдаймын. И сол кезде біз кейс классификейшнға барған кезде ол тұрады мына жерде. Солай сіз manually өзіңіздің қолыңыздан жасасаңыз болады. Немесе егер көп дата болса, Excel арқылы классификейшндар жасап қойсаңыз болады.
up to you. Сіздерде ондай даталарыңыз бар ма қазір қолданатын? Жасап көрген. Ау? Бір штук бар, окей. Тоже істеп көрсеңіз болады. Келесі нәрсе, ол бізде notes деген бар. Note бұл жалпы біздің ресерчердің өзіне жасайтын бір заметкалары. Мысалы, қызық нәрсе мына жақта бұл мемо деген бар. Мемо деген общий бір документке бір заметки. Например, сіз интервьюде көбінесе болады ғой, сіз оқып жатырсыз, и какой-то бір новый информация айтып жатыр, или бір идея сізге келді, онда сіз мемо крейт жасап, соған байланыстыра аласыз. Ал annotation дегеніміз, ол именно интервьюдің ішіндегі бір параграфқа жасалатын заметка. Оны сіз мына файлды да жасай аласыз, негізінде бір файлды ашсақ, опять қара кестекті ашатын болсақ, мысалы, бұл жерде бізде мынандай бір не бар. AI tool шыққан, ол мына жерде қарасаңыздар, функциясының арасында AI Assistant Summarize Cell Content деген бар. То есть сізге мынау интервьюді общий бір summary жасап береді. Өзі кодинг жасатын бар ма? Кодингнің classification бере алады. Қазір көрсетемін тоже. Примерно бір қарап көрді. Өзім жасамайды. Минут. Менде кеше AI жасалған еді. Почему-то мына жерде. AI tool'дың тоже несі бар. Ол негізі тоже платно жүреді. Мен кеше free trialмен жасап көрген кезде болды, сіздерде free trial болса, ол получится. То есть не істеп бере алады. Мысалы, мен мына жерде істеген едім. Ашылады ма екен? Вот мына жерде мен мына мемоларды күшті жасап бердім. Сіз жасадыңыз сіздер? То есть, мысалы, менде интервью орысша, бірақ summarize жасасаңыз, ол ағылшынша да орысша. Жерге бастым. Мына жақта жаңағы апай айтқан сияқты AI Assistant Summary деп стандартты бір сосын generate жасай бердім. Жасалды, сізде? Free trial болса, сіздер немесе AI сізде access болса. Summary болды ма? Просто аласыз. Көп жасап бердім. Так. К сожалению, менде мына жерде не получается. Просто мына жерге AI tool деп AI Assistant десеңіз, ол сізге summary жасайды. Ол жерде таңдауға болады қысқа, ұзын немесе орташа length деп. И оны сіз можете, там еще есть create as memo деген бар, сізде шықтыңыз ғой? Add memo. Add memo десеңіз, сол summary сізге memo болып сақталып қалады. Ана жерге ма, ноутсының астына? Иә. Memo болып сақталады, и ол нетеді, мына жерде. Иә, менде айтып қалам, потому что мен өзімнің аккаунтпен кірдім. Ал кеше free trialмен жасалған кезде жасалған еді. Сол summarizeға көмектеседі. Иә. Оның жақсы жері, мысалы, былай. Неге кірдім десе? Андай, research кезінде, мысалы, андай болады ғой. Біз айтамыз там, deductive, inductive деген сияқты айтамыз, иә. Бірақтан, шынында researchқа келген кезде ол екеуі микс болып кетеді бәрібірден. И сол себептен, мысалы, басында research бастаудың өзінде сен даталарыңды оқу керек кез болады. Оқу керек, чтобы понять, қалай оны анализ жасауым керек. Literature review-ға оны линк жасамастан бұрын, қандай менде дата бар деген. Әсіресе ол тема сізде новый тема болса. Мысалы, қандай бір тақырыптар, бір predefined themes дейді ғой, оны даже анықтау үшін сіз түсінуіңіз керек. Вообще қандай жалпы бір тенденция бар менің датамда ішінде, интервьюмның арасында. Сұрақтарынан анықтауға болады. Иә, бірақ қандай болады, мысалы, көбінесе егер андай research проекттерді интервью жасағанда барынша көп информация айту үшін сізге керек емес информациялар да болады ішінде. Алдында күшті экзампл айтып жатыр да. Это когда біз супермаркетке барасыз дейді да сіз. Если сізде өзіңіздің research questions болмаса, мысалы супермаркетте барлық нәрсе бар ғой,
И сіз мысалы егер определенный тамақ істеймін деп барасыз, там паста істеймін деп барасыз, значит сіз определенный тамақтарды аласыз, кетесіз деген сияқты. И вот qualitative мысалы тоже сондай дегенде келтіріп жатыр да, сіздің research questionыңыз нақты болса, сіз соған қарай информацияны интервьюден аласыз. Ал одан артық информация негізі болады. Өйткені көбінесе әсіресе андай проектный группаларда бір рет датаны жинап, сол датаны бірнеше рет қолдануға тырысады. Әртүрлі research questionға келетіндей мысалы. Сол себептен де сізге интервьюді оқу керек болуы мүмкін. Бірақ егер өте көп интервью бар болса, бәрін оқу ұзақ болуы мүмкін. В этом плане AI саммарайзер өте күшті көмектеседі. То есть мына жақта осы информациялар айтылған дегенде сізге айтып береді. Почему-то менде ол ашылмай тұр, өкінішке орай. Сол нәрсесі бар. Сіздерде free trial болса, тоже қарап көрсеңіздер болады. Келесі AI-дің қолданатын нәрсеңіз, ол енді кодинға көшетін болсақ, мысалы файлстан сіздер жасай аласыздар кодинді. Жалпы сіздерден сұрайыншы, өздерің барлықтарыңыз ресерчерсіздер ғой, опыттарыңыз болды, обычно сіздер қалай жасайсыздар? Бірінші бір кодбук жасап алып, потом код жасайсыздар ма, әлде open, flexible ретінде бастайсыздар ма? Екеуі де. Жалпы нелер сыйымдар бар ғой жалпы. Дедактив. Жалпы research questionға байланысты бір нелер бар, сценариялар. Соның айналасында интервью semi-structured интервью болған соң, обычно сол езікке айналасында болады. Бірақ одан кейін ішіне кірген соң уже unstructured. Екеуінде жасайсыз, бірінші какой-то structure, и потом плюс қосасыз. Иә, себебі басында теорияға қараймыз ғой. Сондай бізде. Гибрид сияқты. Интерактив. Екеуі де қолданылады. Тоже солай жасасаңыздар болады. Мысалы, қалай жасаймыз? Егер сізде бір какой-то structure болса, маған күшті бір интернеттен қараған лайфхак ол былай болды. Мына жерде кодқа кірсеңіздер, опять-таки вы можете просто new top level кодты ашасыздар. То есть просто double click жасасаңыздар, и сіздер мына жаққа кодтың атын жазасыз. Бұл жерде маған күшті лайфхак болған нәрсе, research question жазған дұрыс деп айтты. Мысалы сізде бір 3 research question бар дейді. Қандай research question жасақ болады мына жерде? Мысалы, децентрализацияның, мен мысалы децентрализация қаншалықты SME-ға көмектеседі деген білгім келеді. Ол research questionның один из research question'ов, окей? И ол кезде мен істеймін, мысалы research question 1 деп қоямын да, чтобы өзіме түсінікті болу үшін. И жазамын decentralization and SME деп, просто бүкіл сұрақты жазу керек емес, это чтобы маған түсінікті болу үшін. И осылай жасаймын. Одан кейін келесі question, research question болуы мүмкін. Там research question 2 деймін да, там barriers or decentralization, например. Деген сияқты мен research questionдарымды как основная structured topic сияқты қарастырып аламын. Одан кейін бұлар бізде как parent coding. Кстати, мынаны жасаған кездеріңізде get info десеңіз, смақ болса. Мына жерде мындай функция бар. Aggregate coding from child codes деген нәрсе бар. То есть это когда мынау сіздің основной темаңыз болады, да, как кластер сияқты. И сіз осылай жасасаңыз, егер тип жасасаңыз, осының астына бірнеше кодтарды қоса аласыз. То есть мен жаққа research question жазамын, ол менің, так как менің анализім research questionға байланысты болу үшін, мен бірінші research question'дарды жазып қоямын, aggregate жасаймын, и осының астына, получается, мен қоса аламын. Так, жасайық. Мысалы, new code дейміз, fiscal или там fiscal autonomy деп жазайын. И бұл fiscal autonomy, например, бұл как child code сияқты болады да, мен оны былай бұл research question бірге жатады деймін да, мен осының ішіне қоса аламын.
То есть біз бір parent кодтың ішінде бірнеше кодтар жасай аламыз десе. Ол қалай болады мысалы, сіз әлі білмейсіз, өйткені қандай топиктер келетінін білмейсіз ғой, сол үшін сіз как structure ретінде selected Akim деген стиль дегенді тоже бәрі естіген, примерно просто қосып жатырмын. Perceived дегенді тоже примерно қоса салайын. И менде, то есть как топик ретінде мен research question'дарды аламын да, structure ретінде, потом дальше уже файлды ашамын, әр файлды ашып уже оқып бастаймын. Оқып бастап жатқан кезде енді сіздер документтеріңіз транскрипшн дегенді білесіздер ғой, ол таза болу керек, чтобы вам было все это удобно. Және де басында тоже бүкіл информация, интервьюдің басында кімнен алып жатыр деген бүкіл информацияны тоже қосып қойғандарыңыз, өйткені өте көп дата болған кезде ертең шатасып кетулеріңіз мүмкін. Дальше мысалы сіз оқып жатырсыз, скажем так, не дейді, например, все равно мы зависим от района деген сияқты осы информация көре. Мен осыны код жасағым келеді. Вы можете тоже дабл-клик жасауға и code selection деп басалам. Code selection'ды бассам мен existing code, если бұл сәйкес келсе existing codeға, то мен мысалы мынаның ішінде қайсысына сәйкес келеді деп ойлаймын. Perceived fiscal administrative autonomy дегенді басалам. Оның ішінде мысалы деп бассам, select десем, ол сол жаққа кетеді. Мына жерден select жасаймыз. Егер сіздерде Windows болса, вы можете просто, например, алып, мынандай, просто мына жаққа кодқа мышкамен апарсаңыздар, ол тоже считается. Mac'та, к сожалению, олай істелмейді. Windows болса, это оңайырақ болады. Солай біз әр кодты жасап, классификейшнларға істейміз. Плюс мына жердегі мен AI-мен жасаған, тоже AI бір тул бар кодингта. Сіз тоже қарап көрсеңіз болады, сізде қазір фильтрі бар ғой. Мысалы мен мына жерде жасай аламын. Вот видите, менде ол жабық болып тұр. Мысалы сіз общий осы екі research question'ыңызды жаздыңыз, и оның ішінде қандай кодтар болуы мүмкін деген сәл білмейсіз. И осы жерде AI сізге көмектесе алады. Сіздің бассаңыздар, менде бұл функция болып тұрған жоқ, бірақ мына жерде AI assistant suggest child codes дейді. То есть AI сіздің интервьюңызды оқиды, сіздің research question'ыңызды оқиды и примерно сәйкес келуі мүмкін деген кодтарды береді. Ол күшті негізінде. И плюс сіз ол код сізге бергеннен кейін, мысалы сіздер қазір жасап көрсек болады, өзіңіз таңдай аласыз, мына код маған керек, мынау керек емес деп, дальше можете өзіңіз edit жасауға. Егер AI болмаса, онда барлығы мануально читаем, да, и сами говорят, вот это к этому. И на жерде пока можете, то есть не беспокоиться, как буду там тематика бойынша структурировать. Вы главное думаете, окей, мне, например, на ответ больше подходит, скажем так, например, просто это сказать, осы экстракт подходит на мой второй research question, да? Пока тематикасын білмеймін, примерно, короче, аланда код жасап, мен примерно кодты жасаймын, tax или там budget деген сияқты, екінші research question қарасам. То есть сізде, получается, в конце өте көп кодтар болады. И уже потом біз оларды тематика бойынша, кластер бойынша жасай береміз. Сізде документтің дайын нұсқасы бар ма? Қазір, к сожалению, жоқ. Бірақ келесі аптаның воркшопына как раз оны жасасақ болады, уже бұл кезде больше как анализ ретінде. Негізі бірінші бұл немізді как introduction, ал келесі аптаныкін больше как анализге деп пландаған едік. Мен тоже ол уақытқа дейін бір-екі болып интервьюді полный бір код жасап, и солай сіздерге көрсете аламын. То есть бұл жердің идеясы сондай, біз research question'ға байланысты кодинг жасай береміз, и кейбір код сіздерде уже болуы мүмкін. Негізінде экспорт мен, бірақ, к сожалению, Mac'та жасалған жоқпын, но кодбукты вы тоже можете импортировать. Мысалы, импорт деп кірсеңіз, если у вас уже есть кодбук, например, это кодбуктер тоже можно уже бар кодты салуға, и ол сізге NVivo тоже оны classification жасап береді.
Окей, и мына жерде көрсеңіздер тоже вот каждый ненің кейбіреуін мен просто так примерно жасаған едім. Қанша мысалы мынау code transition to self-reliance дейді. Ол бізде бір файлда кездеседі. Мен өзім бір файлды ғана кеше просто примерно жасаған едім. Және қанша референс, например, бір референс. Кейбіреулері бір файлда, но там 4 рет. Desire for fiscal autonomy дейді. Бір файлда кездескен, бірақ 4 референс кездескен. И мысалы біз оны ашсақ, мына жерде біз бүкіл нені көреміз. Қай референстарды және қай файлдан екенін ссылкасы тұрады. Но мен байқағаным, AI жасағанда кішкене андай осылай өте қысқа нетеді екен, экстракт алады екен. Мысалы маған ол кішкене неудобно болушы еді. Өйткені бұл теманы мен қатты маған мысалы новый, әлі қаншалықты ол туралы информация жоқ, сол себептен мен өзім больше оқығым келуші еді дегенде. Бірақ кейбір кезде, егерде сіздерде уже predefined топиктар уже белгілі болса, ол біраз көмекші болуы мүмкін. Одан бөлек негізінде қазір AI тулдар өте қатты дамып жатыр ғой. ChatGPT болсын, басқа да AI тулдардан сіздер кодтар тоже алсаңыздар болады, как brainstorm ретінде. Осындай, бірақ желательно research question'ды бермей сұраған. То есть менде осындай интервью бар, қандай кодтарды жасауға болады деп. Өйткені research question'ды берсеңіз, AI кішкене biased болуы мүмкін дейді. Уже бар информациямен какой-то бір conclusion шығарып жіберуі мүмкін, да? Сол себептен research question'ды бермейсіз, айтасыз, қандай кодтарды сен suggest жасайсың маған. И из этих вы будете выбирать сами, которые вам больше всего подходят дегенде. Сол нәрсені жасауға болады. Сол себептен, в принципе, бізге больше как structure жасауға көмектеседі. И вот әр мысалы біздің кейсте мысалы әр регионда әртүрлі проблема болуы мүмкін, әртүрлі эффект болуы мүмкін. Сол себептен мысалы мен әлі білмесем, то есть flexible боламын да, оқып жатам, мына новая тема и қосам, маған қатысты сияқты. Кейде болуы мүмкін, сізде research question'ға сәйкес келмейді, бірақ бір новый бір тема сізге ұнап тұр. Тоже можете просто как external ретінде new деп просто additional деген сияқты parent code жасай аласыз. И бұл жерде главный нәрсе барынша көп код жасау. Өйткені после этого вы можете вот этот осы нәрсені біз экспорт жасай аламыз. Можно NVivo-ның өзінде сразу тематикасын бөлуге, немесе бүкіл кодтарды бөлек алып, тематикаға қайсы больше всего, например, бізде citation ретінде бар. Больше всего mention жасалған. Соған қарай мен кластер жасай аламын. Дегендей. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мұнда сізде бірінен кейін бірі шығып тұр ғой. Қалай жасадым деп отырсыз ба? Иә, менде бірінің астына бірі тұр ғой, анда. Менде ондай. Сіз сол parent code деп жасасаңыз шығады. Қайжан. Стоп деп ішіне қарай кіргізе салу. Екі рет табып, мысалы, мынаны сіз market тоже market'та get info дейсіз. Өйткені жерде aggregate coding from child codes. То есть осыны бассаңыз, мынау сізде как этот parent code болады. Потом сіз, например, новый код жасайсыз. Там бірде бір дейік, да? Мысалы, оны бірақ былай жасамайсыз. Өйткені ол child code болуы мүмкін, да? И сіз аласыз да просто мынаны жаққа дәрәп жазайық. И сол кезде сізден мынаның ішіне кіреді. То есть сол үшін басында біз білмеуіміз мүмкін ғой. Мне кажется, ол жақсы лайфхак сияқты, сол research question'мен как навигация ретінде болады да сізге. Мына research question'ға болады. Дейсіз, мысалы, бір research question, и соның ішінде сізде тематика болуы мүмкін. Екінші research question, оның ішінде тематика болуы мүмкін. Мұнда тақырыбын ауыстыратын болса. Иә, тоже get info жасайсыз. Mac'та кішкене сол жер неудобно, и можете edit жасауға. Ал Windows'та в этом плане кішкене оңайырақ оның get info демей, просто double clickпен жасай бересіз. И вот, например, сіз parent code жасаған кезде бізде мынау общий референстар тоже өзгеріп тұрады да. Это тоже очень удобно. Мысалы, сізде неде autonomy дегенде тағы бір сөздерде қарасаңыздар, parent code общий 12 деп общий референстар санап айтып тұр да, осының ішіндегі кодтардан.
И соған қарай бізде тоже важно ғой. Это зависит сіздің research қандай анализ жасайсыз, бірақтан word frequency деген сияқты нәрселер бізге керек болуы мүмкін ғой. И в этом плане ондай нәрсе тоже өте удобно. Солай қоса берсеңіз болады. И мына жерде қарасаңыздар, оң жақта бізде бүкіл ашқан документтеріміз тұрады. Мысалы мен бағанағы transition деген сияқты әр нені тоже осылай Windows-тарда көре аламын. А внизу что за визуализация? Визуализация — это уже анализ жағына кетеді. На основании того, что выше дадим, да? Да. То есть сначала мы должны все сделать кодинг, и после этого, когда мы уже переходим на анализ, мы можем использовать visualization. Это вот здесь мы можем сделать, например, maps, как mind map. Обычно же qualitative studies мы хотим показать, как вот это там связано с другим, да, вот больше как relationship. У нас нету такого там таблицы, как в стате, да. Мы больше хотим, как dependent variable там влияет на другой variable, да, там moderating, mediating effects. В этом плане мы можем использовать mind map. Здесь это опять-таки на следующей неделе мы можем больше фокусироваться на этом, потому что у нас пока кодинга нету, поэтому чуть-чуть сложно будет. И здесь как раз-таки нам важно добавлять вот в cases атрибуты, потому что, например, это тоже зависит от вашей research question, но, например, в моем кейсе это децентрализация, возможно, она варьируется в разных регионах, в зависимости от, если регион большой, там экономически они развит, возможно, там лучше, или, возможно, наоборот, хуже, да, то есть это я хочу это увидеть, поэтому вот все атрибуты, которые мы добавляли в кейсес, мы можем как раз-таки в визуализации тоже это показать. Поэтому важно вот в кейс добавлять вот эти информации. Вы, конечно, можете их потом тоже добавить, если потребуется времени собрать данные, да, тоже так можно сделать. Также можно тут сделать вот диаграммы, maps, и word frequency тоже есть. Word frequency, она может вам сделать, как вы видели, да, там word cloud, там показывает, что чаще всего используемые слова, например. Это тоже очень полезно в research, где мы хотим, если ваш research один из первых, который там, изучает что-то новое, да, и мы не знаем вообще, какие есть тематики, какие, возможно, факторы, да, в этом плане вот word frequency тоже может быть полезно. Вот, то есть в основном вот такие вот функции. В следующей неделе опять-таки можем больше вот сделать фокус на анализ part. Я приду, скорее всего, с уже больше кодированными интервью. Также мы можем сделать, например, survey то же самое. Здесь, если в файл зайдем, вот так импорт, можно сделать импорт dataset. У меня, к сожалению, нету, вот видите, Excel, например, здесь открывает. То есть, например, вы сделали через Google форму survey, open survey, да, где participants там отвечают сами в открытом формате. И можете вот этот Excel файл сюда добавить и дальше тоже сделать кодинг, то же самое анализы, тематики и то же самое. Также можно сделать то же самое с фокус-группой, либо же cases. Еще вопросы есть? Sentiment sen kurssalaas ба? Sentiment. Sentiment? Россия көрсетпей тұр екен почему-то. Кодинг ішінде. Кодинг ішінде. Сізде шығып тұр ма? Иә, менде шығып тұр. Codes, потом sentiment, relationship types. Вот менде бұл жоқ екен шынымды айтсам. Бұл менде шынымен жоқ, поэтому я тоже не знаю, давайте посмотрю. Сейчас это новая версия, да, у меня? У вас больше extended версия, так как free trial. Типа вам дает всю, как бы, всю функцию in vivo. А у меня, так как этот аккаунт, я купила только in vivo, без дополнительных функций, поэтому у меня AI тоже как бы не работает. Я тогда постараюсь на следующей неделе пронести тоже free trial, чтобы вам вы могли все вместе посмотреть. Да, посмотрим, потому что Хорошо. с время чем стрясаемся, да? Ага, хорошо.
Мне кажется, да. Давайте я посмотрю еще раз. Хорошо. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Если у вас уже есть дата, мне кажется, было бы классно на следующей неделе, если вы что-то тоже сами сделаете, да, дома, и придем вместе, и каждый как бы посмотрим, как сделать именно анализ факта, визуализацию, как это лучше презентовать, например, в нашем пейпере, да, презентации и так далее. Поэтому будет, кажется, полезно, если мы все что-то сделаем и принесем, и вместе посмотрим. Да. Сұрақтарыңыз бар ма? В принципе, негізі оңай, түсінікті. Ну вот, надо просто, кажется, больше практиковаться. Мен өзім тоже прямо айтқандай қатты эксперт емеспін. Қазір енді ғана қолданып жүрмін. До этого магистратурада қолданғанмын, бірақ тоже обновляется же каждый раз деймін. Пятница тоже осы уақытта болады ма? Пятница, иә, осы уақытта болады. Уақытын қайсыз ба? Қай уақыт? Среда тоже жасай аламыз. Это тоже можно. После обеда или обедке дейін. Среда ма? Можно да? Я бізге тоже. Мына жерде бар ғой, иә, Айша? Инвью бар ана жерде? Бұл жерде бар, иә. Лапта. Да? Шопан апай арқылы кіру керек. Аксес қалай онда? Шопан апай арқылы. Оның атында, да? Иә, соның атында и ол кісі дос ашып береді. Ну, осы жерге келіп жұмыс жасай аламыз. Компьютерда бар. Букинг жасайды да. Бұл ма там? Қандай? Оңай версия, да? Солай шығар, әлі тексерген жоқпыз. Лицензионный нормальный версия? Бір жылға алдым деді, бірақ нақты қандай пакет екенін. Бір жыл болса, скорее всего, менікі сияқты шығар. Өйткені полный болу үшін андай, когда вы покупаете, там добавляете AI, деген сияқты, прям, короче, ақшасы көбейеді. Ну, в принципе, мынау варианты тоже жалпы бір анализ жасауға көмектеседі. Визуализацияны жасап көру керек. Визуализацияны да жасауға болады. Бірақ, опять-таки, сол кодтан болса хотя бы жасай аламыз. Келесі неге давайте онда больше сол туралы жасайық. Анализ жағын. Survey тоже көрсетуге болады. Если сіздерде, менде просто survey data жоқ та. Если сіздерде болса, если бөлісе алатын информация болса, тоже сонымен бірге можно посмотреть. Но там тоже такая же логика, то есть там будет только у нас один документ обычно. Там, например, несколько респондентов у вас ответили, и вы тоже берете кодинг и можете тоже сделать вот research questions, да, что мы хотим именно ищем, да, research questions, и дальше тоже кодируем. И после этого на research мы можем, например, экспорт сделать. Это наш кодбук, да. Если мы вот этот кодбук можем экспортировать и дальше, например, работать, если удобно, в Word, чтобы делать классификацию. Некоторым удобно сразу в InVivo, но некоторым, если информация слишком большая или слишком много, можно отдельно тоже сделать, как в другом файле, сделать тематику, и уже здесь опять вы поменяете здесь. Либо же, если я как бы понимаю, что вот это автономии, у меня тематика будет автономии, и просто добавляю друг другу, то тоже можно здесь же тематику, классификацию сделать. Да. Мында коллабораторлар қалай қосады дедіңіз? Коллабораторды қосқанда сізде мына жерде менде ол тоже жоқ, модулсқа кірсеңіз, Collaboration Cloud деген бар. Қай жерге кірсеңіз? Modules дегенде. Но оған сізде Collaboration'ның несі болу керек, access болу керек. Например, менің InVivo это только, у меня есть только один сит. Бір адам ғана жасай алады, мысалы, екі компта одновременно установка жасалынбайды. То есть бірде кіре алмаймын. Мен, например, қалай жасаймын? Егер мен кодинг жасасам, я могу осы проектті сақтадым ғой, сделать share. Экспорт проекты жасап, экспорт общий в целом проекты share жасай аламын. И осы share проекті, егер басқа адамдар өзінің InVivo аккаунты болса, ол аша алады. Негізі, егер сіздер Atlassian немесе басқа да нелер бар ғой,
Соларға тоже, оказывается, можно, мысалы, NVivo-дан жасалған проектті сол жақта ашатындай деп. Оны қатты мен естіген жоқпын. Өзінің нелері бар. Бір видео бар, если хотите, тоже могу отправить. Бірнеше софтверлерді бір проектті как можно конвертировать дегендей. Тоже можно. Ал мынау модулстың ішінде collaboration ол не болады? Ол платная версиясында. Вы можете просто добавить юзерларды и одновременно как клауд ретінде ол жұмыс жасай береді. Егер мына жақта мысалы мен бір студентім жұмыс жасаса, мен өзімдегіге сол аккаунтты қосам ғой, иә? Мысалы бізде Шолпан апай арқылы достық бар да, мына NVivo-ға. И мен Шолпан апайдың аккаунтын қосам, и мен студентім сол аккаунт арқылы кіріп, бірге жұмыс жасай аламыз, иә? Collaboration болса ма? Иә. Collaboration клауд болса, жоқ әркім өз аккаунтынан кіре алады. Шолпан апай User- доступ бар ма деген. Иә, бұл ол кісіде бар ма білмеймін да. Юзер ретінде, мысалы, юзер initials деген сұрайды басында. Мысалы, сіз өзіңіздің инициалыңызды юзердан первый бір нәрсе деп жазып қоясыз, и екінші юзер өзіне кіріп жазады. И там можно видеть, типа, әркімнің жасаған действияларын. Ол бір collaboration именно. Ол не у всех, если ол болмауы мүмкін, тогда просто надо будет шерить проект. Бірақ ол сіздерде collaboration жасап отырсыздар ма? Жоқ, сіз шер ететін сияқтымыз. И ол шер еткенде тоже бір нәрсе бар. У вас бірдей NVivo-ның версиясы болу керек. То может там білмей қалған. Бірақ протоколда individual, independent болу керек сіздер. Иә, Жобаңызда. иә. Біз ол collaboration алған жоқпыз, тек осыны алдық. Екінші кісіде тоже өзінің біздің Назарбаев университетінен бар да, проекте. Ол кісінің өзінде универ берген NVivo бар. Поэтому мен жасаған нәрсемді шер етедік, ол кісіге жіберемін. И ол кісі там өзі тоже қарай алады дегендей. Жақсы, рахмет. Келесі апта болады? Иә, келесі апта көріскенше онда. Транскрипт интервьюларды сіздер телефонға жаза саласыз ба? Негізі маған дейін жасалып қойған. Менде бұл транскрипт бар болып келді. Проекттің барысында ол же бұл полный жасалған. Бірақ негізі өзім былай айтады ғой, жалпы дейтаның бәрін сақтау керек дейді ғой, чтобы ертең проблема шықпас үшін. Сол үшін, в принципе, телефонға болатын сияқты, главное сохранить сияқты. Бір драйвқа неге доказательство екен. Транскрибация қандай құрал қолданған білесіз бе? Шынымды айтсам, бұны қалай жасағандарын білмеймін. Бірақ қазір AI тулдар өте көп қой. Егер қазақша, наверное, будет сложно, орысша жасалған болса AI-мен хотя бы как драфт жасасаңыз. Жақсы, сол келесі апта среда береміз, иә? Білмедім, қазір сөйлесек болады, маған среда тоже удобно, если сіздерге среда болсаңыз. Өшіре берейін ба? Қалайсыздар?